Сардар, не болып қалдың? Біз жаңа ғана дарыммен өтіп қалды. Мен әшейін телефонды қарап отырдым да, ол қасымнан келіп телефонды жұлып алып, ол жүгіріп кетті. Мен оны қудым да, біз төбелестік. Бірақ та ол мені ұрып ұстатты. Енді менде осы жерім ауырып жатыр. Көрсет. Сен неге Сардарға тиісесің? Енді Сардардан кешірім сұра. Буллингке ұшыраған бала өзінің ұстазына келді. Ұстазы оның бойындағы сондай бір абыржу, ренжіп тұрғанын байқады. Баланың көңіл күйін сұрады. Екі жақтағы болған жағдайдың, яғни анығына жетті. Демек, балаларды шақырып, кешірім сұратып жатыр. Бұл дұрыс негізінде. Кешірім сұратудың балаға бір пайдасы, бұл жерде бала өзінің қателігін түсінуі. Ең бастысы, ойланып қалуы. Егер мен кешірім сұрамасам, ұстаздың алдында да өзім дұрыс емес екенін мойындауы, және достарының алдында да, сыныптастарының алдында да өзінің беделінің түсіп қалғанын бала түсінгені. Ең бастысы, бұл жерде бала өзінің кінәсін ұстазының алдында да, және жаңағы жәбір көрген баланың, яғни досының алдында да мойындауы. Ең бастысы. Сыйлық жасау туралы айтатын болсақ, мысалға өзінің жасаған қателік үшін, болмаса өзінің проблемасын шешу үшін сыйлық жасау арқылы шешетығындай мысалға ой қалыптастырады. Негізі бұл енді ғана мысалға сана сезімі, өзінің жалпы баланың өсіп жетіліп келетқан кезеңі ғой, жасөспірімдер бұлар. Есейе келе, мысалға ересек уақытында да өзінің мәселесін осы сыйлықпен шешуге болады деген ой қалыптастырамыз ба деген ой бар менде. Сондықтан бұл жерде мен келісе алмайды екем. Сыйлықты қандай жағдайда жасайды? Сыйлықты тосын сый ретінде жасаса, мысалға ешқандай бір несіз, жағдайсыз, ешқандай бір жаңағыдай біз жайдан жай бір-бірімізге сыйлық жасасақ, соның өзі сол сыйлықтың орны ерекше. Біз керісінше осы мектепте балалар бір-біріне себепсіз сыйлық жасауды қалыптастырсақ, себепсіз бір-біріне жақсылық жасау, қолдау көрсету, бәрі үшін, бәрі бір үшін жұмыс жасау, мысалға сабақ оқу, үйрету, конкурсқа қатысу, қандай да бір акциялар ұйымдастыру, осының орны ерекше болар еді деп айтқым келеді. Неге мұғалімдер таңдамайсыз? Неге бір-біріңді сыйламайсыңдар дос болып? Сендер әлі көп уақыт бірге өтесіңдер. Ата-аналар қарап отырады да, екеуінің сөйлескенін не себептен олыған қол көтерді, не себептен болғадан таяқ жеді. Екеуінің арасында не жағдай? Балалардың ары қарай дос болып кетуіне ата-аналар себепкер болатын болса, өте жақсы вариант. Жиналыс жасаудың пайдасы бұл жерде ата-аналар мен мысалға ұстаздар бірлесе отырып, керісінше бір анандай топпен жұмыс жасау, топпен ойнау, топпен бір үлкен акция ұйымдастыру деген секілді бір сондай бір жақсы мотивациялық жиындарды қалай жақсы ұйымдастыруға болады, сол турасында сөйлессе, бұл жақсы болар еді. Мысалға ата-аналар комитеті бар. Мысалға бұзықтық жасаған баланың ата-анасы егер бұрын мектепке келмей жүрген болса, болады ғой сондай, баламен мүлдем жұмыс жасамайтын, мектеп жиналысына келмейді, жаңағы баламен сөйлесуге уақытысы болмайды. Сол кезде осындай балалар бұзықтық жасап қояды. Өйткені оған да көңіл көтергісі, внимание қажет етеді ғой, өзіне, зейін ба, өзіне аудартқан, көңіл аудартқысы келеді балалар. Сондықтан да бұл жерде егер жаңағыдай бір жақсы бір ойындар, бір сондай бір жиындарды бірге ұйымдастыруға ата-анасы атсалысатын болса, онда бала да өзінің сол бір қоғамдағы жаңағы жақсы көретін, жақсы ата-анасының көңіл бөлетұғын баланың біріне айналатын еттағы, керісінше достасып, өзі соған белсенді ұйымның мүшесі болып кетеді деп ойлаймын.